Шет елден кіргізілген көліктерді заңдастыру ережелері 2023 жылдың 1 шілдесіне дейін жүргізіледі. Заңдастыру рәсімін жасау үшін мынандай ережелерге сай болу қажет. Біріншіден, автокөлік елге 2022 жылғы 1 қыркүйекке дейін әкелінуі тиіс. Екіншіден, іздеуде болмауы қажет. Үшіншіден, басқа мемлекетте есептен шығарылуы тиіс. Кедендік тексерістен толықтай өтуі қажет. Ережелер салмағы 5 тоннаға дейінгі автокөліктерге, 3,5 тоннаға дейінгі шағын жүк көліктеріне, оның ішінде басқару органдары оң жақта орналасқан автокөліктерге қатысты болып келеді. 2023 жылдың басынан бастап ел аумағында шетелдік көлік құралдарын заңдастыру бойынша жоба басталды. Абай облысының шетелдік көлікті заңдастыру бойынша ресми деректеріне сәйкес жиыны 503 өтінім беріліп, соның ішінде 36 көлікті мемлекеттік номер берілген болатын. Осыған байланысты халықтың пікірімен бірге бөлісейік. Негізі енді қазір шетелдік көліктерді заңдастырғанда халыққа енді қолжетімді қылып енді көп құжаттар жинау керек қой. Соны неғұрлым құжаттарды азайтса, одан кейін төлем ақыларын біраз азайтса, сол дұрыс деп ойлаймын. Енді өйткені қазір Қазақстанда өте көп қой шетел көліктер. Енді солардың заңды кіргендері де бар, заңсыз кіргендері де бар. Оның бәріне енді дұрыстап білмедім, енді о жағын дұрыстап қадағалау керек пе екен. Неғұрлым құжаттарын аз жинап, ақшасы аз болған дұрыс қой халыққа. В принципе, это очень хорошая идея, потому что Негізінде бұл өте жақсы ұсыныс, өйткені Қазақстанда Грузия, Әзербайжан, Қырғызстан және Ресей шекараларынан тыс әкелінетін көліктер өте көп. Бұл өте жақсы. Бірақ мысалы реттеуге қатысты кейбір жағдайларды ескерген жөн. Кейбір көліктер санкцияға сәйкес келмеуі мүмкін. Мұндай көліктерге қандай да бір айыппұл қарастыру қажет деп есептеймін. Яғни заңдастырудың белгілі бір сомасын, мысалы 100 мың деп алсақ, оларға бұл бағаны 2 есе етіп қоюға болады. Бұл заңдастыру үшін көліктерді алып кетпей, Қазақстанда жүргізу құқығын берудің ыңғайлы жолы деп ойлаймын. Заңдастыруға өтінішті электрондық үкімет порталы арқылы немесе мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығына жүгінуге арқылы беруге болады. Онда тек көлік құралдарын заңдастыруға құжаттар қабылдайтын секторлар жұмыс істейді. Сонымен қатар онда заңдастыру ережелерін түсіндіретін әкімшілік полиция қызметкері болады. Өзіңізбен бірге өтініш, жеке куәлік, автокөлік паспорты немесе тіркеу туралы куәлік, сондай-ақ меншік құқығын растайтын құжат болуы қажет. Конечно, халқымызға қиындау енді. Бәрі өзі Қазақстансыз учетқа қойғысы келеді. Оның да енді проблемасы көп. Халықтың қаражаты жетпейді. Соған енді мына ар жақтан қай уақытта әкелгенін, қай декадада, оның суммасы қандай болашақта халыққа тиімді болса деп ойлаймын. Бәрі ол көлігін өзінің жеке меншігіне Қазақстанның номерін алып жатса, сол дұрыс болады деп ойлаймын. Соған енді әкімшілік, өкімет дұрыс көзқараспен қарап, Қырғыздың номері, Арменияның номері деген сияқты. Соның бәрі жақсы болады деп ойлаймын. Басқа ештеңе айта алмаймын. Заңдастыру кезіндегі негізгі төлем 200 мың теңгені құрайтын бастапқы тіркеу алымы. Сонымен қатар мемлекеттік нөмірге 9660 теңге төленеді. Осыдан кейін өтініш иесі тіркеу құжаттарын және Қазақстан Республикасының мемлекеттік нөмірін алады. Айта кету керек, шетелдік есепке алынған автокөліктерді заңдастыру бұл бір реттік акция. Еркежан Қуатқызы, Дәулет Қазинов, Арлан Исаков, ТВ-Алты телеарнасы.